бір түйір араб жоқ ол жерде. Таңдайы топты көрсе тақылдаған, мен едім Мейрамбектей ақын балаң деп. Еркек пен еркек үйленсе мысалға. Иә. Той иесінің талабы. Иә. Сондайды басқарасың ба сонда? Әркімнің өз тойы, өз қалаған істесін. Арақ ішпей кәдімгідей қуатын адамдар болады. Мен бұрын достарым бар. Қазақтың басы торқалы тойда топырақты өлімде ғана қосылады. Оны жауапкершілікке тарту керек. Тіпті керек болатын болса, өтемақы талап ету керек. Таза қазақша сөйлейтін асаба. Тойға 350 мың алады. Қазақша, орысша және де көбінесе орысша сөйлейтін жігіттер 800 мың, 900 мың, 4 миллионға дейін барады. Иә. Етіктің тесік екені су кешкенде білінеді дейді да. Сен қазір біреуді көршіге бауырым, неме болды бауырым деп, братишка деп естейді де олар. Иә, сөйтіп естейді. Иә. Қазақта керемет сөз бар. Жүйрік жылқыға қамшы ауырлық етеді дейді да. Бірақ ол жерде бір мәселе бар. Ол мен орнынан тұрып мен позорымды шығарып жатса да. Ол қыздарының бойына қазақ қасиет пен өсиетті қатар қондырған деп бір. Қазыналы той таусылмасын, қазағымның ұл қызы аман болсын. Ассалаумағалейкум достар, сөйле подкаст сіздермен бірге тағы да мен Думан Айсин және де менің бүгінгі қонағым Мейрамбек Рыспақов. Ақын, әйгілі, азулы асаба. Арнайы осы біздің подкастымызға Алматыдан келіп отырған жай бар. Қош келдің, Мейрамбек. Иә, қош көрдік Думан аға. Алатаудың баурайынан Сарыарқаның қойнауына өзіңізге қонақ болып келіп қалдық. Өнер деген ұшсаң қанат, ішсең тамақ, кисең жанат. Сол өнердің арқасында елді аралап жаңағы қуаныш тойдың ортасында қызмет жасап жүріп жатырмыз. Бүгін біз қозғайтын тақырыптар өте көп, бірақ екеумізге де жақын бұл той саласы. Иә. Сен той саласында қанша жыл жүрсің негізі? Мен енді нақты тойды жүргізіп жатқаныма 13 жылдай болды. Бірақ оның алдында жаңағы тамалдардың қасына еріп, ән айтып деген сияқты, арнау айтып деген сияқты жүрдім. 13 жылда той қалай өзгерді? Дұрыс жағына қарай кетіп баратырмыз ба әлде? Иә, мен ең алғаш тойға шығып бастағаннан бері, қазір осы уақытқа дейін саралап қарайтын болатын болсақ, көп деген нәрселер өзгерді. Енді ол жаңағы құндылықтардың ауысуына байланысты шығар, адамдардың жаңағындай интеллектуалды қоғамда өмір сүруіне байланысты шығар, глобализация дейді ғой, жаһандану заманы шығар деп ойлаймын енді. Бірақ енді мен өзім ойымша жалпы тойда екі нәрсе болу керек. Біріншісі көңілді және мәдениетті. Бұл кәдімгі құстың екі қанаты сияқты, арудың қос бұрымындай, түйенің қос өркешіндей, қатар аққан қос өзендей болу керек. Өйткені бұл деген қазір мәдениеттілікті, нағыз тәрбиені сақтайтын мен бірден бір осы той деп айта аламын. Өйткені қазақтың қай дәстүрін алып қалайтын болсаңыз да беташар рәсімі ол тоймен байланысты. Ол рәсім өзі, бірақ ол той болып өтеді. Тұсаукесу рәсімі деген сияқты көптеген біздің қазақы әдет-ғұрыптарымыз, дәстүрлеріміз, рәсімдеріміз осы тойдың үстінде болып жатады. Сондықтан соның мәдениетті және көңілді болғаны дұрыс деп ойлаймын. Менің де өзім ұстанатыным асабалық жолдағы жүргізу жаңағы қабілетім осы мәдениетті және көңілдіге бағытталған. Мен білетінім, сен 5 уақыт намаздасың, 5 уақыт намаз оқисың. Және де тойда көп жүресің. Ислам менен қазақтың дәстүрі кейде бір-біріне қарама-қайшы болып келеді. Иә. Соған сенің қандай ойларың бар? Мысалға, көп адамдарды танимын, жаңағы 5 уақыт намаз оқитын намазхан жігіттер, жаңағы беташар болған қаламайды, музыка болған қаламайды. Енді былай қарап тұрсаң, мен өз ойым, бұл біздің дәстүріміз. Иә. Бізді нағыз қазақ қылатын, бізді басқа елдерге көрсететін, ол тек қана дәстүріміз. Менің өз ойым. Сенің ойың қандай? Иә, мен сізбен толыққанды келісемін. Енді ол намаз оқу бұл адамның жеке мәселесі деп ойлаймын. Және мен оны бұл жерде алға тартқым келіп отырған жоқ. Мен ислами білімім немесе бір теолог емеспін. Бірақ менің бір нәрсені анық түсінгенім бар. Ол біздің негізі түп сайып келгенде біздің ешқандай дәстүріміз исламға қайшы келмейді. Оның кейін бертін келе қолданысу аясы және ол жаңағындай глобализацияға байланысты, жаһандануға байланысты, өзгерулеріне байланысты бір түсініспеушіліктер бар шығар. Бірақ енді мен өзім филология маманы ретінде бұған толыққанды жаңағындай көзіміз жеткенде ешқандай бір жаңағындай не жоқ, қарама-қайшылық жоқ.
Енді менің өмірімде де түрлі жағдайлар кездесіп жатады. Жақында жаңағы осындай бір дәстүрлі жиын өткізуге, той өткізуге мені бір жерге шақырды да, мәдениетті көңілді болуына байланысты шақырса керек, бір тойдан көріпті. Сен осындай халал той жүргізіп едің, адал той жүргізіп едің, соны маған жүргізіп берсең деп. Бірақ ол жігіт бірден талабын айтты. Бізде ешқандай музыкалық аспаппен ән айтылмау керек деді. Және өткізетін той тек қана шариғат шеңберінде болу керек деді. Жаңағындай қазақы кейбір сөздерінде де айтпай қойсаң болады деді. Бірақ енді солардың ішінен көптеген фильтрлардан өтіп сол жігітке ұнаған мен екенмін. Содан жарайды деп тойға бардық. Ең қызығы жаңағы құдаларда жаңағы исламнан хабары бар, жаңағы алла жолын ар көрмеген, хақтың жолын тар көрмеген азаматтар екен. Содан құдалық басталайын деп жатыр. Енді құдаларды қарсы алу керек қой. Құдаларды қарсы алайық десек, жаңағы жігіт бізге арабша музыка береді ғой. Арабша музыка береді. Содан жаңағы музыканы таңертаң оны қалай қоямыз мысалы? Арабша музыка болғанда да бұл жерде құдалар арабтар ба? Жоқ, қазақтар. Той жасап жатқан той иелері де қазақтар. Достар. Жалпы арабтар жоқ. Бір түйір араб жоқ ол жерде. Бір түйір араб жоқ. Араб емес, түгіл Қазақстан тұратын өзге ұлт өкілі жоқ ол жерде. Тек қана қазақтар. Содан жаңағы біз енді мен айттым, енді тым болмағанда құдаларға бір құрмет көрсетейік, мен домбырамен айтайын. Жоқ деді, домбыраны көрсетпе деді маған. Содан жаңа мүмкіндігінше енді біз көңілді болсын деп жан-жағындағы адамдар енді ол кісілер түсінбей тұрды. Мейрамбек, саған не болған? Сен дұрыстап қалыштасаңшы құдаларды деп жатыр. Құдаларды музыка қос деп жатыр. Мен жаңағыдай құдалар музыкасы кіріп жатыр ма сонда? Музыкасыз кіріп жатыр, иә. Мен енді ауызбен жаңа айтып жатырмын ғой. Біздің ауыл сұрасаң, бел тұрғандай ау деп. Айтпа дейді. Содан жаңағы арабша музыканы қостық. Не керек? Арабша музыкамен құдаларды қарсы алдық. Дастарханға жайғастырдық. Солай шариғат шеңберінде өтті енді ол өзінің түсіндігінде. Біз енді ол жаңағы ол той иелерінің сұранысына, кез келген талабына жауап беру біздің міндетіміз. Жоқта мен соның айтқаны бойынша тойды өткіздім. Әнді де ешқандай аспапсыз айтып шықтым. Содан кейін тойдың соңына қарай енді ең қызық жері ғой. Жаңағындай той иелері, қонақтар менің арнау айтып жүргенімді, айтысқа қатысып жүргенімді көрген. Арнау айтып берсең деді. Содан айттым, мен енді домбыра болмаса мен қайтып шабыттанамын мен. Содан бастадым. Таңдайы топты көрсе тақылдаған, мен едім Мейрамбектей ақын балаң деп жан бастап жатырмын ғой. Бірақ енді ар жағында шабыт келе бермейді да. Ешкім де хей деп жаңағыдай шабыттандырмайды. Соның арасында жаңағы қанат сияқты. Бұл жерде тың деген жер бар деп қоямын ғой. Сөйтіп өткен сондай қызықтар болған. Ислам мәселесі болсын, әдет дәстүр мәселесі болсын. Мен ол әркімнің жеке жаңағыдай шекарасы, қазаншының өз еркі. Қайдан құлақ шығарса. Әркімнің өз тойы, өз қалаған істесін. Мен ол жерде тек қана қызмет атқарушымын. Және оларды менен сұраса бір мәселен, соған жауап берушімін. Сонда жаңағы саған ақша төледі. Иә. Сен соның айтқандарын істеп жатсың. Иә. Сенің өз ойың сол сәтте, сол мезетте домбыра болған дұрыс па, болмаған дұрыс па? Әлбетте домбыра болған дұрыс. Музыка болған дұрыс па? Музыка болғаны да дұрыс. Домбыра болғаны да дұрыс. Сонда неге сен сонда ақшаға бола арабтардың музыкасын қойып соны тойын басқарып жатсың ба сонда? Енді мынандай нәрсе ғой аға. Ақшаға бола деген тура келмейтін шығар. Әлбетте біз ақшаға бола қызмет жасап барып отырмыз. Иә. Бірақ енді мен ол жерге барғаннан кейін оның талабы, той иесінің талабы сол. Және мен оны орындауым керек. Жоқ, енді той иелері әртүрлі болады. Мысалға, как бы мягче сказать, еркек пен еркек үйленсе мысалға. Иә. Той иесінің талабы. Иә. Сондайды басқарасың ба сонда? Жоқ, мен басқармаймын ондайды. Жоқ, ол менің өзімнің жеке талаптарыма байланысты. Ал бұл жаңағы мен барған тойдағы, осы тойдағы мен ешқандай талаптарыма қайшы келмейді. Менің талабымда жоқ, мен домбырамен ән айтуым керек. Немесе мен музыка қосуым керек деген менің талабымда жоқ. Той иесінің талабында да жоқ. Сол сәйкес келіп тұр. Ал енді жаңағындай бір жынысты адамдардың некесі қиылып жаңағындай үйленіп отырған болса, мен оны жүргізбеймін. Адал тойларға қалай қарайсың? Өте жақсы қараймын. Жаңағы арақ деп жатырмын да. Аха. Тойда болған дұрыс, әлде болмаған дұрыс па? Болмағаны дұрыс. Ол әлде енді әрине де болмаған дұрыс. Сен оны насихаттайсың ба? Арақсыз жасаңдар тойларда деп. Арақсыз жасаңыздар тойларды деп насихаттаймын. Және менде сол арақсыз өтетін тойларға байланысты жеңілдіктер бар. Мен қолымнан келгенше, мен енді өзімнің тәжірибемде жаңағы арақсыз тойлар ең көңілді, ең жақсы өтетін тойлар. Өйткені ол жерде қонақтардың барлығы асабаға қарап отырады. Жан-жағын бағамдап отырады. Мәдениеттілік сақтап отырады.
бірақ мен енді мүмкіндігінше менен сұраса жаңағыдай арағы бар той жақсы ма, арағы жоқ той жақсы ма дедім. Арағы жоқ той жақсы әлбетте. Жалпы ол араққа байланысты емес деп ойлаймын, негізі тойдың жақсы өту. Кейбіреулер мысалы көп адам ойлайды ғой, бірдеме құйсақ анау мынау той көңілді өтеді деген сияқты. Оған байланысты емес. Оған байланысты емес. Мүлдем. Кәдімгі арақ ішпей кәдімгідей қуатын адамдар болады. Мен бұрын достарым бар. Иә. Ол кәдімгідей. Алматыда мен бір таныс асаба жігіт бар. Ол жаңағындай тағы бір досымыз бар да. Ол тек қана жаңағы арақ жоқ тойлар басқарады. Досым енді жаңағындай шоумен да ойнатып басқарады да, артық ауыз жаңағындай сөздер айтпайды ол. Иә. Содан жаңа айтады ғой, мен бір халал тойға барып өтпей қалдым дейді да. Солай мен арағы бар тойларға жақсы өтемін дейді да. Ана досымыз керісінше арағы бар тойға бармайды. Ортасында сен былай да жүру бересің. Иә. Тойдағы мәдениеттілік жайлы. Қазіргі асабалар енді біздің кезімізде ондай болған жоқ енді. Шыны керек. Енді ана жерде еріксіз қарайсың анан. Иә. Мынау жынды енді не шығарады деген сияқты бар ғой. Иә. Әлбетте, иә. Менің той жайлы, мәдениеттілік жайлы ойым айдан анық, бесенеден белгілі. Ол мәдениетті болу керек. Қалай болғанда да мәдениетті және көңілді болу керек. Енді байқайтын болсаңыз, бұрынғы ағаларымыздың төбелесінің өзінде мәдениет бар еді ғой. Ол құласа ұрмайды. Мәдениеттілік міне. Көшедегі төбелестің өзінде мәдениеттілік болған кезде, тойда мәдениет неге болмау керек? Мәдениет болу керек. Ол жердегі қаншама өскелең ұрпақтар, соның өміріне азық, тіршілігіне қазық, былайша айтқан кезде. Сол арқылы оның болашаққа деген жаңағы ой қалыптасады, потенциалы ашылады деген сияқты. Тойдағы болып жатқан мәселелер. Өйткені қазір қазақтың басы торқалы тойда топырақты өлімде ғана қосылады. Сол кездегі мәдениеттілік сондай болып жататын болса, олар солай екен деп ойлайды. Одан кейін жаңағы мен тойға балалармен келгенде дұрыс па деп ойлаймын. Өйткені балалар, туысқандар бір-бірін танып өседі да. Иә. Ертең мысалы бір жігіт қарындасы мен болашақ жарым деп алып кетіп тұрса, қайдан білесіз? Сол туысқандық қарым-қатынастардың бірден бір жанданатын жері, мәдениеттіліктің бір ойнайтын жері, үлгі өнегенің ордасы, мәдениеттің ордасы той деп ойлаймын. Жалпы бұл мәдениетсіздіктің болу себептерінің бірі осы біздің кітаптан, руханияттан ажырап қалуымыз ба деп ойлаймын. Өйткені кітап оқымайтын адам, былай айтқанда мен тамада клоун деп айта аламын да. Клоун білесіз ғой? Ол сөйлемейді. Сайқымазақ. Ол қимыл әрекетімен ғана адамдар күлдіреді. Көрдіңіз ба? Енді ол жерде сол жаңағы ағаштың да діңгегін ақтап тұрсаң, өріктің өзегінде құрт болмайды дегендей, сол адамның өзі бір ішкі руханияты сол кітаппен жаңғырып, мәдениеттілігі артқан кезде, ол сыртқы жаңағы ар жібермейді оны. Андай біреуді дөңгелетіп ойнатуға, біреудің көйлегіне тиісуге, біреудің мұрнына, көзіне, құлағына, шашына тиісуге, оның дәті бармау керек та, былайша айтқан кезде ар жібермеу керек та. Ал дегенде мен мынандай нәрсені ойлаймын да соңғы кезде. Маған көбінесе тойлар айтып жатады, сен өстпеші, мына кісінің көйлегіне тиіспеші, бүйтпеші. Мен өйтпейтінімді ол кісілер біледі, бірақ сөйтіп қала ма деп ойлайды деймін енді жаңағыдай. Импровизация деп жатады ғой енді. Қаншалықты ол соған сәйкес келеді екен білмеймін. Мен тіпті керек болатын болса, мен бір білемін да, сіз жаңағы бір тамада айтып жатыр да, сіздің размеріңіз мынандай, сіз бірақ мынандай размер киіп алыпсыз деп жаңағы әйел адамға? Иә, әйел адамға, еркек адамға айтып жатыр да, көйлегі тарылып тұрған, симай жатыр ғой. Сіздікі МК, СК киіп алыпсыз дейді ма, сондай деді. Тар болып көрініп тұрды енді. Енді бұндай асабаларды тоқтау салудың бірден бір жолы жауапкершілікке тарту. Сіздің жеке шекараңыз болатын болса, сізге тіл тигізетін болса, сізді қорлайтын болса қаншама адамның алдында, ол қаншама адам бірек, ол ертең экранға шығатын болса, оны жауапкершілікке тарту керек. Тіпті керек болатын болса, өтемақы талап ету керек. Сол кезде сол нәрселер бір тоқтам бола ма деп ойлаймын, мәдениеттілікке байланысты. Ал енді өгізді өлтірмей, арбаны сындырмай, жаңағы бір өзінің бір қалыбында өткізуге болады тойды. Ол неден болады? Бұл мәдениетсіздікке бару. Оның ізденбегендігінен. Сол ізденбей тойдың үстінде импровизация екен деп, жаңағының көйлегіне, мұрнына, тісіне жаңағыдай тиісуі, ол деген сол оның ішінде қуыс кеуде екендігінің. Толықтай келісем, бірақ халықтың өзіне ұнайды ғой ол. Ұнағанда енді оның басқа... Екеуміз де білетін мысалға бар асабалар.
енді сөйтіп жүргізеді Иә, тойларды. иә. Кәдімгідей халық соған жыртылып тұрып күліп, Иә. кәдімгідей соның тойларына шақырып, ол жігіттердің мысалға бос уақыттары жоқ. Иә, білемін. Енді оның кінә кімнен? Мысалы әзілін жаратса атаңмен ойна дейді. Енді ол жалпы мынандай нәрсе да, кез келген жаңағы кішігірім қателіктер ұлы мұраттардың жолында құрбан дейді да. Яғни олар білмейді. Ал біздің көріп жүргеніміз жаңағыдай көрушілер, просмотр көп болғаннан кейін бізге қайта оралып жатқаны ғой. Ал енді расында да екі езуінен, бір езуінен алтын, бір езуінен күміс төгілген жаңағы іркес-тіркес сөздермен елге өлге өнеге болатын тойды өткізіп жатқан не деген мықты тамадалар бар. Ал біздің олардың тойына, оларды көруге, оларды түсінуге біздің потенциалымыз жетпей жатқан шығар. Ол негізі былай айтайын, көп мықты асабалар сөзге шешен. Иә. Кәдімгідей сөздің қаймағын ағызып тұрып сөйлейтін жігіттер. Ол халыққа әйгілі емес. Әйгілі емес. Халық, мысалға асабанда жалпы өнерлі адамды көтеретін бұл халық. Иә. Мысалға келісесің бе? Келсе. Енді солдай жігіттерді көтеруге халықтың қолында тұр ғой. Енді мынандай мәселе. Қазір бұлай ойлап қараш, таза қазақша сөйлейтін асаба тойға 350 мың алады. Қазақша, орысша және де көбінесе орысша сөйлейтін жігіттер 800 мың, 900 мың, 4 миллионға дейін барады. Иә. Тіпті шет елдің азаматтары, өзге ұлт азаматтары орысша сөйлеп, мысалға бір тойға 4 миллион алады. Және де бұл кәдімгідей қазақтың байларының тойларында жүреді. Бұл қалай болып келеді? Сонда мен жаңа айтып атқаным, жалпы мүмкін халық өзгеріп атқан шығар. Мүмкін біз бірдемені түсінбей жатқан шығармыз. Мүмкін біз бәріміз сайқымазақ болуымыз керек па? Иә, ол да дұрыс. Мен сіздің айтып отқандарыңыз барлығы рас. Мен ше ойлап тұрмын да, қазақша сөйлейтін жігіттердің бағасы сәл төмендеу сияқты бар ғой. Иә, ол рас. Неге сонда мысалға халық келеді де, сен қазақша сөйлемейсіңдер ме дейді да, одан кейін саған міне 150 мың теңге жетеді деп шығады да мысалы. Иә. Халық көтермесе, асабаны кім көтереді? Кім көтереді, дұрыс айтасыз. Рас, иә, орысша сөйлейтін асабалардың гонорарлары өте жоғары. Но деппін ғой. Уже көшіп жатсың. Бірақ сен өзінде орыс тілін жаттап жүрсің ғой қазір. Иә. Мен өзімде орысша жаттап жүрмін. Орысша, менен сұраныс болады, орысша. Не істейміз енді? Енді бұл да бізге бір не сияқты болып қалды ғой. Орысша үйренсең, сен одан ары қарай жаңағыдай өсесің. Сұранысың көбейеді. Ставкаң жоғарылайды. Бұл да бізге бір стимул. Соны меңгеруіміз керек, және солай істеуіміз керек. Не жоқ, мен тек қана қазақша сөйлеймін деп отырғаннан гөрі ағылшын тілінде, қытай тілінде керек болатын болса үйрену керек. Ол біздің бәсекеге қабілеттілігімізді арттырады. Міне. Бірақ деген бір мәселе бар. Біз бәрібір қазақ тіліне үлес қосуымыз керек дамуына. Теңізге тамған тамшыдай болса да, мысалы, қазір мысалы мен байқаймын да көп тамадаларды. Біреуге бір ойын өтіп жатқан кезде братан дей береді да. Аға десе болады, бауырым десе болады ғой. Осы кезде бізде бауырым деген сөзге ренжитіндер бар ғой, білесің бе? Білмеймін. Бауыр деген ол мынау пересадкаға жатпайтын бірақ нәрсе бар ғой дейді ғой, иә. Бауыр дейді да. Сен қазір біреуді көршіге бауырым, неме ол бауырым деп, братишка деп естиді да олар мысалы. Сөйтіп естиді. Иә. Бірақ бауырдан артық нәрсе жоқ қой бұл. Иә, оны енді мысалы сөйтіп ренжіді. Оны ары қарай өрбітіп алу керек та. Оны бір асабаларда мынандай нәрсе болу керек. Жаңағыдай ситуациялар дейді ғой, мәселелер туындап қалған кезде содан шығудың жан-жақты жолын қарастыру керек. Мен сені бауырым деп тұрмын деген сияқты, соны жаңа жерде тәпсірлеп түсіндіріп жүру керек та. Енді оны мен не үшін айтып отырмын? Ол жаңағы вирус сөздер ғой. Иә. Братан. Ол бізде ғана емес, білесің ба? Деген сияқты. Мен шетелде жүрмін ғой, жаңағы Дубайда былай жүрмін. Ол жерде бро деген сөз бар. Бро дейді. Брат деген сөз ғой. Любой жерде. Ол қазір бізде ғана емес. Брат деген сөз бүкіл әлемге хит болып жүрген, Африканың өзінде бро деп жүреді адам. Қазақ Қытай болып жатыр деңіз.
қазақ той болып жатыр. Енді жаңағы той иесінен ұсыныс түспесе, қазақша орысша жүргізші деп ұсыныс түспесе, тек қана қазақша жүргізу керек деп ойлаймын мен. Ұсыныс берсе, иә. Өйткені ол деген біздің жаңағыдай айтқандай теңізге тамған тамшыдай болса да біздің үлесіміз да, асабалардың үлесі. Абай атамыз айтады ғой, бөтен сөзбен былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, жұп жұмыр тегіс кесін айналасы дейді. Мен өзім мысалы қазақы сөздерден рух танам. Ханым тулайды былайша айтқан кезде. Қазақы ән тыңдап жатсаң, қазақы андай металлитетпен той өтіп жататын болса, қандай керемет. Мен соны асабаларды шақырам, қазақша сөйлеуге мүмкіндігінше, андай вирустық сөздерді араластырмауға. Сол кезде оның өзі бір мәдениеттілік деп ойлаймын. Вирустың қазақшасы бар ма? Жоқ. Аударылмайды. Микрофонның қазақшасы бар. Үнтаяқша. Үнтаяқша, иә. Мен сөйтіп айтам тойларда. Таспа. Таспа? Таспаға таспалайды. Бір ата тұрады да маған тойда. Кәдімгі мен қазақша орысша сөйлеп отырмын да. Сол тұрады да орнын, ей бала, сен қазақша сөйлесейші дейді. Не істеуім керек мына кезде мен? Мен айттым, не істейсің енді? Антан болып қалдым мына жерде. Ата дұрыс. Адам қазақша сөйлеу керек. Жаңағы мен қазақ болғаныма мақтанамын, қазақ десе шаттанамын деген сияқты сөзден жібердім. Бірақ ол жерде бір мәселе бар. Ол мен орнынан тұрып мен позорымды шығарып жатса да, мен оған айтпадым бетіне. Ата, сіз ондай мықты болсаңыз, немереңіз неге орысша сөйлейді? Немереңіз келіп маған, брат, жаңағы айтпақшы. 70% орысша, 30% қазақша басқаршы деді. Причем халықтың сұрауы сондай болып тұрды. Енді сұранысқа байланысты. Жоқ, көп адам айтады да, мысалға, жаңа айтып атқаным. Қазақша сөйлейік, үйтейік, бүйтейік, сөйтейік. Не істеп жатырмыз біз, мысалы, қазақша сөйлейік деп? Құр айтқанмен адамдар қазақша сөйлеп кетпейді ғой, мысалы. Құр айтқанмен қазақша сөйлеп кетпейді. Біз кәдімгідей бір әрекет жасау керек. Кітапты қазақша тіліне аудару керек, мысалға. Подкасттарды қазақша түсіру керек. Мен, мысалға, орыс тіліне шапшанмын да, қазақша сөйлеймін, ойланып сөйлеймін да. Бірақ соған қарамастан, мен мына сөйле подкастты тек қана қазақша болсын деп ойлаймын. Енді кейбір қонақтарым болады, бірақ солардың мен өзімде қазақша араластырып сөйлейтін ба деп тұр. Бұл менің халыққа деген кішкене бір қазақ тіліне деген құрметім, үлесім. Сол енді былай жанашырлығым. Әр адам сөйтсе, мысалға, бірте келе біз мысалы қазақша сөйлеп кетеміз. Құр айтқанмен бұл өйткені даже адамның намысына тиет бар ғой. Сен көшеде кетіп бара жатсың, саған біреу келеді, қазақша сөйлесейші. Кімсің сен? Маған сөйтіп айтатын да. Маған үйтіп айтатын, қазақша сөйлейсің. Ол любой адам намыстанып кетеді ғой. Сол жұмсақ айту керек қой. Мақтамен бауыздап тұр. Мақтамен бауыздау керек. Сөздің адамдары болады, және істің адамдары болады ғой. Сол істің адамдарының істеп жатқанын мен білемін. Қазір өзінің қалтасынан ақша шығарып тұрып, осы қазақ тілінің дамуына үлес қосып жатқан. Мысалы, өзге ұлт араларында, осы мектепте жұмыс істеп жүрген кезімде демеушілік жасап, өзге ұлт өкілдері арасында қазақ тілінен байқау өткізетін жыл сайын. Тәуелсіздік мерекесінің қарсаңында. Оған өзіміз жюри болатынбыз. Өзге ұлт өкілдері жаңағыдай қазақ тілін жаңағыдай меңгеріп, соны жаңағыдай керемет сыйлықтар табыстайды жыл сайын. Сондай аралас мектептер көп қой. Соның араласын өткізіп жатты. Жаңа сен айтып жатқанымда тағы да бір нәрсе есіме түсіп отыр. Бізде орысша сөйлеген асабалар, қазақтар ақшасын жақсы табады. Және де қазақша сөйлейтін өзге ұлт өкілдері ақшаны жақсы табады. Қазақтар соны ұнатады. Бір орысын шығып қазақша сөйлетсе, ей деп кәдімгі мәз болып қаламыз. Ол көп, өте көп. Қазір әнші топтарда бар, мысалы, қазақша сайрап жүрген. Ол фишкасын түсініп алған. Болды. Бұл жерде енді мәселе, мен ойлаймын, тілде емес, менталитетте деп ойлаймын. Ол тілдің өзі еш нәрсеге бір ықпал болмауы мүмкін да. Менталитет деген нәрсе, ол түсінік. Ол қазақша түсіну, қазақша ойлау деген бөлек нәрсе да. Ол сөйлеу деген басқа бөлек нәрсе. Ол деген жүрекпен келетін нәрсе да. Сондай көзқарастамын. Енді тойда жүріп байқағаным сол. Аллаға шүкір, қазақ тілінің өрісі кеңейіп,
қонысы көбейіп бара жатыр енді. Қонысының көбеюі міне Астанаға келіп жатырмыз ғой. Қалай саған Астана жалпы өмірінде неше рет келдің Астанаға? Мен санаған жоқпын енді. Бірнеше рет келдім. Осы Астананың айналасында той-томалақтар өткіздім, өзінде той-томалақтар өткіздім, Көкшетауда деген сияқты. Енді Көбінесе оңтүстік жақта жүресіз сен. көбінесе оңтүстік жақта. Шымкентке шақырады ғой. Астана қалай? Біз сен Алматының тұрғынысың. Алматылықтар кейбіреулер Астананы жақтырмай қояды. Ауа райы салқын дейді, жел дейді. Жоқ, маған Астана қатты ұнайды. Немен ұнады саған Астана? Маған Астана жалпы қала ретінде ұнайды. Бұл жерде бір ережемен салынған қалада. Барлық бір көз алдыңда, барлық бір жүйелі түрде жаңағыдай мүмкіндіктер қарастырылғанда. Сол бір ыңғайлы сияқты. Ал енді ауа райының қолайсыздығын тұрып көрмегеннен кейін мен білмеймін енді. 4 мезгілде де келіп көрдім, бірақ ешқандай маған қолайсыздық тудырған жоқ. Бірақ ұнайды маған. Бұл жердің аспаны бөлек қой. Астананың аспаны бөлек. Мен Алматыда 5 жыл тұрып келдім ғой. Одан кейін қайттан осы Көкшетау еліне бара жатқан кезде сол кезде түсіндім. Бір нәрсе, Алматы өзінің тауларымен, Алатаумен көрікті. Көкшетау енді біздің тауларымыз ондай биік болмаса да, мен туған ауылымда Чкаловта мысалы таулар жоқ болса да, бізде тау сияқты бұлттар бар да. Бұлттары өзі тау сияқты, былай алыстан қарап тұрсан, бұлттары әдемі, ондай Алматыдан көрмейсің ондайды. Астанада да аз көресің. Далаға шыққан кезде кәдімгідей үлкен үйлер жоқ қой, ауыл бұлттары керемет болып тұр. Сол тауға татиды деп ойлаймын. Көкшетауда тау болмаса да тау тұлғалы азаматтар туған жер ғой ол. Иә. Тауды ұстап тұратын, жерді ұстап тұратын таулар, елді ұстап тұратын тау тұлғалы азаматтар дейді ғой. Сол енді жаңағыдай бұл Көкшетаудың айналасы, мен енді кеше ғана Бурабайға барып келдім. Иә. Жаңағы бір Ақан сері, Біржан Сал, Балуан Шолақ, Өкіл Ыбырай, Сегіз сері, Иман Жүсіптердің бір ізгіліктің ізін сайратып кеткен жері ғой. Сондай бір көркем табиғат. Соны бір қатты әсерленіп қайттым да, 3-ші рет барсам да, өте қатты әсерленіп қайттым. Сол бір Астана деген, бұл біздің бір елордамыз, бұл біздің бір мақтанышымыз, бұл менікі деген бір көкейді бір андай бір не кернейді да. Ал біз енді Алматыда жүре берсек, Алматыда жақсы енді, табиғаты көркем, біздің туған жеріміз, өзім туған жерім Алматы. Бірақ мынау менің елордам, мынау менің Астанам, қарашы қалай дамып жатыр, қалай өсіп жатыр. Иә. Кәдімгі еш жерден кем емес. Еш жерден кем емес. Шетелдерде де болдым ғой мен. Бірақ еш жерден кем емес. Астанада, біздің Бурабайда, Қазақстанның қай түкпірі болсын. Бурабай деп жатырмыз ғой, саяхат, бұл саяхатқа жататын нәрсе. Негізі 80 көл дейді Көкшетаудың аясында. Қазір 57 ма, 76 ма сондай ғана қалды, аз. Біз білетініміз, көп адам білетіні тек қана Бурабай. Ақ жағында Шалқар бар, Зеренді бар, Шоқан Валиханов ауданы бар, сол жақта Валихановский район. О жақта да сондай Бурабай сияқты кішкентай жерлер бар. Шалқар. Мына жақта көп адам Щучинскіге барады, Бурабайға барады. Бірақ ар жағында Майбалық бар. Көкшетауының ар жағында Чубачи, большое малое Чубачи деген жер бар. Ол жердің де табиғаты керемет. Бірақ көп адам оны біле бермейді, о жаққа бармайды. Бәрі келеді сол Бурабайдың бірақ көшесіне барады да, тығылады сол жерге бар ғой. Қайда баратынын білмейді, сол жерде тұрады, сол жерде жүреді. Бірақ былай оңға қарай, солға қарай жүріп көріңіздер, табиғаты керемет. Заман бір қалыпты емес. 10 жыл бұрын қандай болдық? Қазір қандай? Қазір тіпті апта сайын, күн сайын дамып келе жатыр. Жаңағы чат GPT деген нәрсе. Баяғыда біз сценарий жазып, ойынды ойдан шығарып, сол орыстардан қарап тойларға ойындарды сөйтіп шығаратынбыз. Қазір чат GPT деген нәрсе бар. Кез келген адам придумай мне конкурсы на свадьбу казахскую деп жазсан мысалы. Бұлай 10 шақтысын сценариймен қоса жазып береді. Енді біз сол искусственный интеллектсіз өзіміз осы қазақтың тойын қалайша заманауи қыла аламыз? Бұл жерде мысалы мен жаңағыдай чат GPT'дің
заманауи құрылғыларды, интеллектуалдық, интерактивтік тақталарды, ойындарды қолдануға мен қарсы емеспін. Және құптаймын. Ол деген үлкен мүмкіндік. Өйткені оны қазір білмейтін, оны пайдаланбайтын халық жоқ та. Барлық пайдаланады. Соны біз де тиімді пайдалануға тырысуымыз керек та. Бірақ негізгі өзегімізден айырылып қалмауымыз керек. Негізгі өзегіне мәдениеттілік, тәрбие, тәртіп деген сияқты. Қазақы менталитет. Қазақ менталитеттен айырылып қалмауымыз керек. Қазақилық. Қазақилықтан. Ал енді артықшылықтары біріншіден жаңағы тілектердің санын қысқарту керек. Тойды бір жақсы өткізудің бірден бір жолы. Мен соны қанша жыл болды той иелеріне ескертіп айтқаныма. Мен жаңағы 5-6 тілек жазуға мен үлгілері бар, соны жіберемін. Ол кісілер 10 тілек жасап келеді. Содан кейін өздері түсінеді ортасына келген кезде халықтың көп сөйлеп кеткенін. Одан той иелері өздері де мысалы Думан, сіз мен тойыма келіп тұрсыз да. Содан кейін той иесімен мен келісіп алған ғой, 2 адам сөйлесеміз деп. Содан той иесі тамада мені ұрсады да. Неге Думан сөйлемейді? Сен білмейсің ғой, бұл екеуміз қалай дос болғанымызды. Бұл мен қалай сыйлайтындығын деп келеді да. Сөйлесін. Бірақ бір сөйлегенде де бір оригинал дейді ғой, бір оригиналды тілек айтса, бір елді елең еткізетіндей, бір үлгі өнеге болатындай. Соның барлығы не дейміз деп басылады ғой. Не дейміз дейді. Одан кейін жаңағы бір жауыр болған тілектердің бірлігі былай дейді. Қыз жат жұрттық дейді. Және ол бір жерге баратын кезде, ұзатылып баратқан кезде, сол елге барып бақытты болам деп емес дейді. Бақытты қылам деп барады дейді. Жоқ, бұл өте айып. Бұл өте қате сөз. Ол бақытты қыламын деген сөздің арасында не мәселе жатыр мысалы деймін. Сол онда ол қыз болмайтын болса, ол әулет бақытты бола ма сонда? Бұған дейін ол қыз келмей тұрып, бір ол әулеттің бір соры қайнап отқан, сол бір бақыты сол қыз ғана байланысты қылып айтады да ел деген. Ол бір сол жауапкершіліктің барлығын бір сол қызға артып жіберу, немесе бір соған байланысты ғана екен деп түсініп қалуы мүмкін да, әбден мүмкін. Ол қызды да, қыздың ата-анасы да деген сияқты. Бұл мен жерде мен қыздарға немесе келіндерге тиісіп отқан жоқпын. Бұл жердегі мәселе сөзде болып тұр. Өйткені сөзде құдірет бар, сөзде сиқыр бар. Сөзге сеніп қалу деген әлемдегі ең мықты қару бұл сөз ғой. Таң қалудың ең жаманы өзіңе таң қалу дейді ғой. Сол сияқты ол өзіне қабылдап қалуы мүмкін да. Маған байланысты екен ғой деген сияқты. Сондықтан бұл сөздерді дұрыстап сөйлеу керек деп ойлаймын да, абайлап сөйлеу керек дейді. Одан кейін мысалы жаңағыдай біз қазақтың жалпы дәстүрінде, салтында бұған қарама-қарсы бір жауапкершілікті мәселе да. Сандықтың кілтін аналарымыз қыздың қолына емес, келіннің қолына берген. Өйткені қыз жат жұрттық. Ол енді өзінің туған қызы ғой. Не соған беріп қоймайды. Өйткені сандықта ең бағалы дүниелер сақталады. Келіннің қолына берген. Ол деген келінге жауапкершілік, өткен жауапкершілік. Ол бүкіл қазынаны ұстап отыратын кілт келіннің қолында болады. Сол жауапкершілікті сезіну, ол жердегі жаңағындай базарлықтарды тиіс адамдарға үлестіру, жөн жоралғаны білу деген бұл үлкен жауапкершіліктер. Бізде осының барлығы бір жүйелі жаңағындай мәселелердің жаңағындай қордалануына байланысты бір тиімсіз жағына кеткен да, түсініксіз болып кеткен да барлығы. Дәстүрлерде, салт дәстүрлерде. Одан кейін мынандай сөз бар. Сүндет тойларда бүйтіп айтады. Піштірілді дейді да. Естігесіз ба сондай? Бұл өте жаман сөз ғой. Сүндет делу. Обрезание орысшасы. Жаңа піштірілудің мен орысшасын айтпай қойын. Өте ауыр. Қандай сонда? Кастрация ғой. Айғыр піштіріле ме сонда? Айғыр піштіріледі. Пішпе той құтты болсын дейді да. Піштіріліп жатыр, балаларың піштіріліп деп атады да. Мен өте міне қараңызшы. Бұл мен білетін 2 сөз ғана. Ал оның арасында. Енді қараңыз, қазір психология деген сала бар. Жалпы сіз бұны білесіз деп ойлаймын. Жалпы сөз деген ол деген дін көзқарас бойынша да, біздің қазақы көзқарас бойынша да сөзге өте абай болу керек. Сөзді өте байқап сөйлеу керек. Ол жаңағы сөз деген неге айналады? Тағдырға айналады. Айтқан сөзін тағдырға айналады. Ата-ананың сөзі. Ата-ананың сөзі болсын, кімнің сөзі болсын. Ол жердегі нәрселердің бәрі тағдырға айналады. Сондықтан сөзді өте байқап сөйлеу керек. Оған мысалдар өте көп. Соқыр болса да бір ұл берші деген ғой бір кісі.
ұл туылған, көз көрмейтін болып туылған. Мәс. Оразалы деген ақын өткен. Құлманбеттен қалған құлыммын, 30-дан жасым аспаған, еген сақал жаппаған деп келеді да. Сөйтіп ол кісі 29 жасында қайтыс болды. Денистен мысалы кәсіби спортпен 25 жасыма дейін айналысамын деді. 23 жасында, 24 жасында қайтыс болды. Бұл енді мысалдар. Ал біз жаңағындай мен тағы да бір нәрсе естігем осы неге байланысты. Келін мен енесі шығыса алмай, соншалықты жаңағы мәселенің ушыққаны соншалықты, енді біз қоғамда да бар ғой. Енесінің аузынан мынандай сөз шықты да, бұл үйден мен кетем немесе сен кетесің депті ғой. Көп ұзамай енесі дүниеден озып кетті. Көрдіңіз ба? Бұны енді бір сәйкестік деп біреуді ойлауы мүмкін, бірақ енді жоқ. Бұл деген кәдімгі сөздің байқап сөйлеу керектігі туралы ол пайғамбар да айтып кеткен болатын. Екі иықта екі періште жазып отыратындығын айтып кеткен болатын. Егер сен жақсы сөз айтатын болсаң, періште оны бірден жазып алады дейді да. Да. Жаман сөз айтатын болсаң, оны күтеді дейді да. Ол тәубесіне келетін шығар. Ол сөзден қайтатын шығар деп. Ата-аналар кейде балаларына да ойланбай айтады ғой. Иә. Үй бейшара деп. Үй бейшара дейді, иә. Нағыз асабалардың саналатын кездері осы құдалық сыналатын? Иә, адал халал тойларда да. Өйткені қазақта сөз бар. Етіктің тесік екені су кешкенде білінеді дейді да. Сол кездерде нағыз асабалар саналады. Өйткені ол жерде ешқандай жаңағындай музыка жоқ, ешқандай артынан бір жаңағындай музыка қосып бере алмайды ешкім ше. Өзің ғана қаласың. Елің бар саған қарап отырады да. Оны жаңа Бейбіт Сарыбай деген ағамыз бар, сол кісі тоқпен істейтін тамадалар дейді ғой. Тоқпен істейтін тамадалар. Сондай да. Бұл жерде енді жаңағы етіктің тесік екені су кешкенде білінеді дегендей, балық аулай алмасаң суды лайлама дейді ғой. Сондықтан әрбір тамада осындай бір өзіне жауапкершілік қою керек деп ойлаймын. Сол кезде бұл бір жаңағы бір қоғамдық ортаның бір түзеліп келе жатқандығына, мәдениетке бет бұрғандығына бір көрініс болатын шығар деп ойлаймын. Және әріптестерімді соған қарай шақырамын. Тойда өзінде қандай қызықтар болды? Мысалға біреу кешігіп келгені, не болмаса жаңағы свет өшкен кездер. Иә, ондай оқиғалар өте көп болған. Енді бір ойымнан кетпейтіні. Бұл жердегі мәселен бірінен бірі туа берді ғой. Мағжан атамыз айтқандай, толқыннан толқын туады, толқын қуат дегендей мәселеден мәселе шыға береді. Жаңағы асабалардың бір өзіндік жаңағыдай мыс болмағаннан кейін, оның бойындағы білім қайнап тұрмағаннан кейін, оның айтқаны сылдыр сөз бір құнар болмағаннан кейін, ол адамға әсер болмағаннан кейін, ол сөздердің оның қадірі болмайтын сияқты болып көрінеді маған. Қазір бір асабалар бір қолжаулыққа айналып бара жатқан сияқты да маған ше. Бірақ мен өзім жаңағыдай бір өзімді сыйлауға және өзімде басқаларды сыйлауға жаңағыдай мүмкіндік жасаймын да. Мынандай қызық оқиға болды. Таразда оқимын ол кезде. Жаңағы бір құдалыққа той өткізуге барып тұрмыз, әжептәуір тойға. Содан жаңағы біз әдеттегідей ерте келіп дайындалып отырмыз, аппаратурамызды қосып қойғанбыз. Содан бір уақытта жаңа ұзатылатын қыз шығады да, дастарханды бүйтіп қарайды ғой. Дастарханды қарап тексереді, ары-бері жүреді. Біз сыртта отырмыз енді. Содан бір уақытта анасына айтады ғой айғайлап. Мама, мына салат ашып кетті дейді ғой. Дейсі, ар жағына мамасы. Онда оны тамадаларға бере сал дейді ғой. Мәс. Енді қараңызшы. Бұл жерде сондай бір дәрежеге түсіп кету, бұл ұят. Мен өзім барған жерде сусын болсын, тамақ ештеңе сұрамаймын. Yani олар бізге ондай жағдай жасау міндетті емес. Мен мүмкіндігінше бірінші кезекте жаңағы баяғыда бір көкпаршы айтыпты ғой. Мақсатым көкпар тарту емес, бір жапырақ ет алу депті ғой. Сол сияқты менің мақсатым ол жерге барып тамақ ішу, аяқ босату, көңіл көтеру емес. Керісінше олардың көңілін көтеру. Жоқ енді. Кейін қонақтардың көңілін табу. Той 6 сағат уақыт болса, су ішпей қалай сөйлейсің? Ол ондай мүмкіндік болмай тұрса, жерде мен өзім барып қолым жетіп ашып ішетіндей болмай тұрса, маған су әкеп берші деп сұрамаймын. Даяшылар болса енді олар әкеп береді ғой.
бірақ өзім сұрамаймын, неғып бізге дастархан? Жоқ, ол внимание ғой. Мен ойымша бұл внимание сұрама, бірақ адамдар оны білу керек. Адам сөйлей ма? Тым болмаса жоқ дегенде суын беріп қою керек. Иә. Енді ол сіз той иесі ретінде айтып отырсыз да. Мен асаба ретінде айтып отырмын. Ол внимание маған жақсы, иә. Әлбетте маған жақсы. Ол деген, ол жерде қаншама жауапкершілік, ол жерде сенің аузың кепкеннен басқа миың кебеді ғой. Иә. Сіңірің созылып басыңа ұрады ғой. Өйткені ол жерде сені ешкім түсінбейді. Сені жаңағындай аппаратураң істемей қалатын болса, колонка істемей тұрса, немесе жаңағы сен келген қонақтың әнін қосып бере қоймасаң, бәріне сен кінәлісің. Иә. Бәріне сен кінәлісің. Сондықтан оны ешкім қасқырдың аузы жесе де жемесе де қаны. Жесе де жемесе де қаны. Еген берді еңбек етеді, рахым берді рахатын көреді ғой, қысқаша. Жаңағы біз барамыз да той иесімен келісеміз. Операторлар жаңағы екінші біздің артымызда тұрады да. Жаңағы оқтардың бәрі бізге тиеді. Жаңағындай бишілер, әншілер, операторлар, олар дұрыс қой, енді олардікі жұмыс, жауапкершілік. Бірақ енді той иесімен келіскеннен кейін барлығының жауапкершілігін біздің мойнымызға артып қояды. Бишілерді сен шақырмасаң да. Иә, бишілерді мен шақырмасам да. Тойда алған ең қымбат сыйлық қандай болды? Саған шапан кигізеді, білем. Ақшалай берді ма әлде жылқы атады ма? Мен енді Аллаға шүкір жаңағы сөз түсінетін азаматтар мен азаматшалар бар. Ең үлкен жаңағындай алған сыйлығым таза қанды жылқы. Жаңағы 700 мың теңге көлеміндегі. Оны мына Нарынқол өңірінде Мұқағали атамыздың ауылында тұратын бір азамат, сол ақындыққа жаны жақын, ол ауылда кез келген адам көшеде өтіп бара жатқан баладан Мұқағали мақат айтып білесің бе десе, Мұқағалидың өлеңін оқып кетеді да. Кез келген көшеде жүрген бала Қарасаз ауылында. Сол ауылдың тумасы екен. Сол кісі жаңағы мен өнерімді бағалап, келіскен гонорардан бөлек жылқы атаған ба? Жылқы атады. Той иелеріне қандай кеңес берер едің? Той иелеріне бірінші айтатын кеңесім, тойдағы ең негізгі өзегі тілектердің көп болуы. Тойлар деді да, көбесі маған, тойды қалықты болып ұстап отыршы дейді да. Иә. Мен оларды ұстап отырамын. Бірақ қонақтар сөйлеп отқан кезде мен оларды ұстай алмаймын. Өйткені біреудің тілегін тыңдағысы келмейді. Және жаттан да тілекті тыңдағысы келмейді. Сондықтан оны қысқарту керек. Және ол жалпы тойдың өз көлемі басталуынан соңына дейін 5 сағат қой. Біздің барып 2 сағат күтуіміз, және той біткеннен кейін 1 сағат қосқанда 8 сағат болады да. Тойдың өзі өтуі 5 сағат. Сол 5 сағаттық уақытты максимум болатын болса, көп дегенде 5 тілекке сыйдыру керек. Менің тәжірибемде болған, мен 2 тілек қана беріп той өткізген болатым да. Шоу программасы көп болуына байланысты. Одан кейін тойды толыққанды асабаға тізгінді беру керек. Басқарушымыз ғой тойды. Билікті қолымызға алуымыз керек те, өзіміз басқаруымыз керек. Өзіміз бақылауымыз керек. Өйткені біз білеміз қай уақытта қандай нәрсенің болатындығын. Өйткені біз той иесінен гөрі тойда көп болатын адамбыз. Аптасына 7 күн болатын болса, 4 күн, 3 күн, енді кей кездерде жаздық күндері 7 күнде тойларда болып жаттық қой. Сол кезде бізге ол мәлімді тамадаларға. Сондықтан тойдың қай кезде қалай өрбуі бізге мәлім. Ол бір қатып қалған сценариймен жүрмеу керек. Ол жерде міндетті түрде жаңағындай қонақтардың ішінен бір импровизация болу керек. Қонақтармен байланысу керек. Дайындалған импровизация. Иә, дайындалған импровизация болу керек деген сияқты. Сондықтан мен бірден бір ұсынатын нәрсем сол. Одан кейін сен былай істе, сен былай істе деп айтпау керек. Қазақта керемет сөз бар. Жүйрік жылқыға қамшы ауырлық етеді дейді да. Өзі шабандоз жылқыға қамшы сала беруге болмайды да. Иә. Ол өзі біледі да. Қай уақытта қалай жүргізу керек, қалай өткізу керек екенін. Сондықтан мен өзім жаңағындай бағдарламаларым бойынша, мысалы, әлбетте тойды бірінші бастаған кезде мен жаңағындай басталуына және соңына өте қатты мән беремін да. Өйткені ең бір внимание болатын кездер сол кездер. Тойды қалай бастау. Жаңағындай бір дүркіретіп, бір қазақ қан тулатып, мұрагерін бесігінен тәрбиелеген, құлагерін құлын күнінен баптаған, азаңсыз таңға атпаған, шүкір етпей жатпаған деген сияқты. Ол қыздардың бойына қазақ қасиет пен өсиетті қатар қондырған деп бір қазақтың рухты кездер болды ғой сол кезде. Анда енді бәрі рухтанып тыңдап отырады да. Сол кезде рухтары көтеріледі. Содан кейін соны қонақтарды соған дайындайсың. Мен сізге бір әзіл айтып бере салайын деп әзіл айта алмайсыз. Қонақты соған қарай дайындайсыз да. Мысалы мен жаңағы бір есімге байланысты Думан деген кісінің тойы болып отыр. Соған байланысты бір әзіл айту үшін мен соны байланыс жаңағы есімнен бастаймын да, аттан бастаймын да.
мысалы менің есімім Мейрамбек, мен мейрамдарда жүрем, тойларда жүрем деген сияқты. Мейрамға бек болсын деп қойды ғой. Мейрамның бегі болсын деп қойған деген сияқты. Баяғыда бір екі қасқыр орманда бөрбаса деген ит ұстауға атыңа жауап бересің бе депті ғой. Сол сияқты мен атыма жауап беремін, мен мейрамның бегімін. Мейрамбек өзінен бір арнау сұраймын. Құрметті көрермендер, подкастымыз ұнап жатса лайк қойыңыздар, және де той жайлы өздеріңіздің ойларыңызды астына жазып кетіңіздер. Біздің осы Мейрамбек екеуміздің ойларымыз сіздерге тура келе ме, әлде қайшыма, соны жазып өтіңіздер. Ал ендеше арнау тыңдайық ағайын. Ортасына келген соң кіл қасқаның, осындай сөйле подкастта жыр бастадым. Думан Айсиндай жігіттің өнегесін қай қазақ баласына қылмас тәлім. Қазақша подкаст өткізіп Астанада қазақтың рухтандырып жүр жастарын. Белгілі отырғаның аңсап бәрің, қосайын осында мен әнсәп тағын. Коммент жазып лайк басып отырыңдар, 10 тонна болса дағы саусақтарың. Бұл подкастқа келген соң ағыдайлап басымызға қонса екен тарыдай бақ. Асқаралы Астананың төріндеміз, басыңнан кетпес екен абырой бақ. Қазақтың баласы Сарыарқаның төсінде сайран салсын, көзінде қазақылықтың жалын ойнап. Қазағымның қуанышы таусылмасын, бойында қазақылық қаны қайнап. Тарихы тектіліктен тамыр алған, ұлдарының көкбөрі бәрі тарлан. Қобыз бөксе қолаң шаш қыздарының, тәттеді қылығының дәмі балдан. Сарыарқаның төсінде сайран салып, жайнады Астанамда аулаудан. Оңтүстік, солтүстік, батыстан кеп, осында талай жанның бағы жанған. Астанамен марғайып мақтанамыз, қалған жер сал серімен сәруардан. Тәуелсіздіктің биік бір тұғыры ғой, сәулесі түсіп тұрған Саңылаудан. Сарыарқаның төсінде жақсылықпен талай мықты жандардың табанының табы қалған. Астанамыз күннен күнге өсіп келеді, биік құрылыстар салынып сәуір алдан. Басыңдағы бақытың баянды боп, абыройыңды арттырсын Тәңір Аллам. Елімізде тыныштық заман болсын, Мейрамбек айтар сөзге маман болсын. Мейрамбек пен Думанның подкастына беретұғын бестеген бағаң болсын. Осымен бұл арнауым тәмәм болсын, кірлемейтін жеңім мен жағам болсын. Қазағымның қазыналы тойы таусылмасын, қазағымның ұл қызы аман болсын.